Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді тауық етінен жасалған шашлыкты духовкада пісіріп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіріп, каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, астына комментарий қалдырыңыздар. Ал бастаймыз. Тауық етін алып, 4 бұрыш пішінде турап аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка, бұрыш, соевый соус, оливковое масло қосып араластырамыз. Ет маринадталғанша үстін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Осындай шпажкаларға етті тізіп шығамыз. градуста 30 минут пісіреміз. Гарнирге күріш пісіріп ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.